орта мектебінің құрылғанына 60 жыл толу салтанатты мерекесіне жиналып отырмыз. Мереке құтты болсын. Бүгін мен үшін ғана емес, барлығымыз үшін де тарихи күн. Себебі біз Қарақұм орта мектебінің алғашқы түлектеріміз. Бұл мектептің алғашқы іргетасы қаланғанда үміт пен сенім бірге қаланды. Сол үміттің жалғасы, сол сенімнің жемісі бізбіз. Бұл шам жай ғана шам емес. Бұл ұстаздарымыздың еңбегінің нұры, мектептің рухы, білімнің мәңгі оты. Біз сол отты жағып алға ұмтылдық. Енді міне осы шамды саған Қарақұм орта мектебінің жас түлегі ретінде үлкен сеніммен табыстаймын. Білім шамы ешқашан сөнбесін, мектеп даңқы биік болсын, Қарақұм мектебін биіктерден көре берейік, мәртебесі өсе берсін. Мен ардагер ұстаздар Тәбәрәков Зейнетолла мен Мұсагалиева Кәкім апай немересімін. Міне, мен бүгін мектебіміздің алғашқы түлегінің білім шамын қабылдап алып тұрмын. Бұл шам білімнің, еңбектің, арманның және ұрпақтар сабақтастығының нышаны. Ол бізге үлкендерден аманат. Біз биылғы түлектер осы шамның жарығымен талай білім алып, талай жетістіктерге жеттік. Енді осы нұрды кішкентай інілеріміз бен қарындастарымызға, яғни бірінші сынып оқушыларына үлкен үмітпен табыстаймыз. Шамның жарығы сендердің білім жолдарды нұрландырсын. Мектебіміздің шамы ешқашан сөнбесін. Рахмет аға. Бұл шам білімнің нұры, үміттің шырағы. Мен жақсы оқып, ұстаздарымды қуантамын. Білім шамы мәңгі жарқырай өсін. Қадірлі ұстаздар мен қонақтар, мектебіміздің тарихы ұрпақтар сабақтастығының айғағы. Осы дәстүрді жалғастырып келе жатқан жас буын еліміздің болашағы. Сол ұрпақтың жарқын өкілі жас ұлан ұйымының мүшелерін қарсы алыңыздар. Tuğan çeri